Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Одан соң үстінен құрғақ ашытқы саламыз. Одан соң жұмыртқа саламыз. Тұз. Енді біздің массамызды 15 минутқа қалдырамыз. Мінекей осындай реакция болады. Енді үстінен сұйық май құямыз. Одан соң қаймақ саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді біздің ұнды електен елеп салатын боламыз. Бұл өте маңызды біздің бауырсақтың үлпілдек болып шығуына. Содан соң қамырымызды елеп бастаймыз. Мінекей бізде осындай өте жұмсақ, қолға жабысқақ болып шығады қамырымыз. Енді дайын қамырымыздың бетін осындай пищевой пленкамен жауып қоямыз. Және де жылы жерге 1 сағат немесе 1,5 сағат көлемінде алып қоямыз көтерілгенше. Мінекей біздің қамырымыз ашып дайын болыпты, өте жақсы көтерілген. Бұл қамырды сіз бауырсақтан бөлек пиццаға қолдансаңыз да болады, өте керемет болып шығады. Біздің қамырымыз қолға өте жабысқақ, сондықтан да столыңызға ұн сеуіп алыңыз. Мінекей қараңыз. Енді біз қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Оны 2 бөлікке бөлемін. Қолға жабысқақтау болып тұрған біздің бауырсақтың қамырымен жұмыс жасаймыз. Осылай ұнға аунатып, қайта-қайта осылай ішіне қарай қайырып, біздің қамырымызды демалтуға алып қоятын боламыз. Өте қалың, немесе өте жұқа қылып жаймаймын. Орташа қалыңдығы шамамен 1 сантиметр болып шығады. Мен бауырсақтарды осылай стақанның көмегімен кесіп алып шықтым. Егер де сізде өзінің арнайы формасы болса, сонымен жасауыңызға болады. Бауырсақтарды әртүрлі формада жасауға болады. 3 бұрышты етіп, 4 бұрышты етіп, бірақ мен бүгін дөңгелек етіп жасадым, әдемі болып тұру үшін. Енді біздің бауырсақтарды қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Тағы да айта кететін жайт, мен бауырсақтарды орташа отта пісіріп алдым. Мінекей біздің бауырсақтардың асты пісті, аударып, қазір екінші жағын пісіріп алатын боламын. Мінекей достар, біздің үлпілдек бауырсақтар дайын болды. Қараңыздар, қолыммен тексеріп көретін боламын. Қазір өз формасына оралатын болады. Достар, рецепт ұнаған болса, лайк қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеода мен сіздермен ерекше алмалы бәліштің рецептімен бөлісетін боламын.